Ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым. Байланыста қазақ бол, қазақ тобы, қазақша контент. Контентті қолдау барысында каналымызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда қызықты футбол жаңалықтарын сіздерге ұсынатын боламыз. Катарда болатын әлем чемпионатына санаулы уақыт қалды. Бүгінгі ең басты жаңалық Криштиану Роналдудың шулы сұхбаты. Криштиану мен Пирс Морган арасында 90 минуттық әңгіме желіде 13 қараша күні кешке пайда болған болатын. Португалиялық шабуылшы Манчестер клуб өзін сатып кеткенін айтты. Өткен маусымда одан құтылуға тырысқан, сонымен қатар Эрик тен Хагты құрметтемейтінін айтты. Манчестердің бұрынғы бапкері Рольф Рангникке қатысты жаман айтқан болатын. Мен не болып жатқанын білмеймін, бірақ сэр Алекс Фергюсон кеткеннен бері клуб дамымай келеді. Прогресс нөлге тең. Мысалы, Оле жұмыстан шығарылғаннан кейін Емеу басшылығы Рангникті жаттықтырушы етіп тағайындады. Мен ол туралы ешқашан естіген емеспін. Мұны ешкім түсінбеді. Бұл жігіт тіпті жаттықтырушы емес. Бұл мені ғана емес, бүкіл әлемді таңғалдырды. Сонымен қатар өткен жазда Манчестер Ситиден қызығушылық пайда болған кезде сэр Алекс Фергюсон сен оларға бара алмайсың деген кезде мен жарайды бос деп жауап берген болатынмын деп айтты Роналду. Криштиану Роналду бұрынғы Емеу футболшысы Уэйн Рунидің сынына жауап берді. Ол мен неге сонша сынайтын білмеймін. Ол мансабын аяқтаған шығар. Бірақ мен әлде жоғарғы деңгейде ойнаймын. Мен одан жақсы көрінемін деп айтпаймын. Бірақ бұл шындық. Роналду 2022-23 жылғы маусымда Емеу үшін 16 ойынға қатысып, 3 гол соғып, барлық жарыстарда 2 нәтижелі пас берген екен. Естеріңізге сала кетейік, Тен Хаг 2022 жылдың 1 шілдесінде Манчестер Юнайтедті ресми түрде басқарды. Оның басшылығымен команда барлық турнирлерде 21 матч өткізді. Ол соның 14-інде жеңіске жетсе, 5 жеңіліске ұшырады. Және де 2 тең нәтижелі ойын болған екен. Англия чемпионатының 16 турынан кейін манкуниандықтар турнир кестесінің 5 орынға ие болды. Және де 26 ұпай жинаған. Рома және Торино есеп 1-1 аяқталғанмен фантастикалық соңғы минуттар сыйлаған болатын. Маурино дау-дамайлы қызыл қағазы, соғылмаған пенальти және де 94 минуттағы құтқару. Ойынның от кезеңі 85 минуттан кейін басылған. Бұл уақытта Торино 1-0 есебімен жеңіп келе жатқан болатын. Содан кейін ең басты шайқас басталған болатын. 86 минут Дибала төрешімен дауласқан үшін сары қағаз алады. Аргентиналық оған жасалған фол үшін арбитр ысқырмаған үшін ашуланып жібереді. 89 минутта 19 жастағы Рома шабуылшысы Беньямин Тахировичті ескерту алады. Дәл осы кезде Жозе Мауриньо шыдамай кетеді. Бұған дейін бас төреші Антонио Рапуано Дибаладағы бұзушылықты да жіберіп алған болатын. Бұны көрген Жозе Мауриньо шыдай алмай ашуға болып қызыл қағаз алып алаңнан қуылады. Одан кейін 90 минутта тағы да Дибалаға фол тіркеліп Рома пенальти тебуге құқық алады. Ал допты тебуге Ториноның бұрынғы шабуылшысы болған Андреа Белотти келеді және штангаға дәл тигізеді. Бұл штанганы қабақ болғандай 94 минутта Дибала тағы да осы штангаға тебеді. Бірақ та қайтқан допты тебуге жүгіріп барған Матич зеңбірек соққысымен есепті теңестіреді. Осылайша Рома командасы тең нәтижені құтқарып қалады және де Аталантаны қуып жетеді. Олардың әрқайсысында 27 ұпайдан. Контентті қолдау барысында каналымызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда қызықты футбол жаңалықтарын сіздерге ұсынатын боламыз.